Сендерме қыздар, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақ халқы мен түрлі халықтардың мәдениетінде және де қоғамдық тамақтану орындарындағы дастархан басында өзін-өзі дұрыстау ережелері. Егер де жұмыс орындарын даярласаңдар, сабағымызға кірісейік. Мына суретке назар аударыңдар және де төмендегі берілген сұрақтарға жауап берулеріңді сұраймын. Суреттерді қарап шығып, қандай халықтардың ұлттық тағамдары бейнеленгенін айтамыз. Оны қандай белгілеріне қарап анықтайтындар. Келесі сұрақ: түрлі ұлт өкілдері өздерінің дастархан басында қалай ұстайтынын білесіңдер ме? Қазақ халқының дастархан басында өзін ұстау әдетіне қатысты қандай салт-дәстүрлерді білесіңдер? Видеоны паузаға баса тұрып, осы сұрақтарға жауап берулеріңді сұраймын. Жақсы қыздар, енді жалпы дастархан басында өзін-өзі ұстау мәдениеті әдептілік ережелерін сақтау дегенді білдіреді. Ал әдеп өзін ұстау тәртібі. Тамақтану үшін түрлі тағам қойылған үстел қазақ халқында дастархан немесе дастархан басы деп аталады екен. Сондай-ақ үстелге жайылатын төсенішті де дастархан болу керек. Дастарханға қойылатын ас үй құралдарының реті тамақтану түріне сай болу керек. Алдымен екінші тамаққа арналған тәрелке. Оның оң жағына жүзін ішке қаратып пышақ, сол жағына шанышқы. Содан соң тіске басар мен салаттарға арналған тағы бір тәрелке және осы тағам үшін тағы да шанышқы мен пышақты орналастырамыз. Үстіне бірінші тамаққа арналған тостаған қоямыз. Қасына үлкен қасық қоюды ұмытпаңыз. Ал жоғарғы жағында десертке шағын тәрелке, кішкентай қасық пен шанышқы тұрады. Артынша шай ыдысы мен қасық қойылады және мата немесе қағаз майлық тағы бар. Бұл көбінесе түскі ас дастарханын жасауға арналған әдіс. Келесі түрі тек бірінші тамақ ішуді қалайтындар үшін. Алдымен астына жайпақ тәрелке қойылған тостаған ұсынамыз. Содан соң үлкен қасық және су ішуге арналған стақан қоямыз. Әдеттегідей соңынан майлық. Егер шай ішіп тәтті жеуді қаласаңыз, жайпақ тәрелке, оның жоғарғы жағына бір-біріне қарама-қайшы орналасқан кішкентай қасық пен шанышқы және оң жағының жоғарғы бөлігіне шай ішуге арналған құрал қоюыңыз керек. Ескеретін бірнеше жайттар. Негізгі тәрелке үстел шетінен міндетті түрде 2 см алшақ тұру керек. Балалар, енді мынандай тапсырманы орындап көрейік. Дастарханның суретін салып, отбасы мүшелерін, туыстарынды қазақы әдепке сай орналастырыңдар. Кейін бұл тапсырманың жауабын маған кері байланыс ретінде WhatsApp желісі арқылы жібересіңдер. Ежелден дәстүр бойынша қадірлі қонақтарға төр, яғни құрметті орын ұсынылған. Қадірлі қонақтың оң жағында жасына, беделіне қарай басқа қонақтар отырғызылған. Сол жағына үй иесі жайғасқан. Сонымен қатар төрдің оң жағын ерлердің, сол жағын әйелдердің орны деп білген. Есікке жақын ман босаға деп аталған. Босағаға ешкім отырмаған. Ортадағы кеңістік отбасы, ошақ қасы деп аталып келі орын саналған. Отқа байланысты ырымдарға сай ошақты айналып өтуде болмайды. Үйдің берекесі кетеді деп саналған екен. Балалар, келесі